Сәлеметсіздер ма балалар? Сабаққа дайынсыздар ма? Сабақты бастамай тұрып, балалар бір жағын назар аударайық. Миға шалуға 5 секундық сұрақ береміз. Ой, жауап береміз орындарынан тұрғызамыз. Бірінші сұрақ. Компьютерсіз әлем қандай болады? Қалай ойлайсыңдар? Біз компьютерсіз біздің әлемімізде компьютер ойнасақ, балаға шала ойнап, бірімізге уақытты көп жұмсап, бірімізге қамқор болушы еді. Жақсы отырамыз. Енді осы сұрақты жасанды интеллектке беріп көрсетеміз. Ол қалай бізге жауап берді екен көрейік. Түсіндіңіз мына суретте бала не істеп жатыр? Жақсы, келесі сұраққа көшеміз. Бір күн интернетсіз қалсақ не істейміз балалар? Орындармен тұрамыз. Бір күн интернетсіз қалсақ, кітап оқып, кітапханаға барып, көп уақытымды далаға бөлуші едім. Жақсы, енді жасанды интеллекттің жауабын көрейік балалар. Дұрыс па? Яғни біз таза ауада кітап оқып жүреміз. Жақсы, келесі сұрақ. Сенің телефоныңдағы ең маңызды нәрсе не? Қалай ойлайсыңыз? Ең маңызды нәрсе сізде телефон не үшін керексің? Ойын. Көптеген ақпараттарды табу үшін. Жақсы, енді мұндай жауапқа қараймыз. Сенің телефонда ең маңызды нәрсе? Сабақ оқу, адаммен ата-анамен сөйлесу, ойын ойнап. Жақсы, ойымызды жинақтадық па? Бұл миға шалу болды. Әрқандай сабақты жалғастырамыз балалар. Өткен сабақ бойынша қазір сұрақтар беремін. Сол сұрақтарға жауап береміз балалар. Бастаймыз, иә? Тестілеуді бастаймыз. Балалар орындарынан тұрып, жауап береміз келесінде бұнда. Excel, Microsoft Excel программасы бұл қандай программа кішасында деп белгілейсіздер. Орнынан тұрып белгілейміз. Экран ашылды. Орынмен қолмен түрде ғой. Жақсы, дұрыс. Жалғастырамыз. Келесі сұрақ. Excel программасындағы жұмыс парағы яшығының мекен-жайы неден құралады? Кім айтады балалар? Баған атауы мен жол нөмірі. Дұрыс. Жарайды, орындарына жалғастыра береміз. Келесі, Microsoft Excel-де формула қандай белгімен басталады? Орындарына тұрамыз, белгілейміз. Сағат. Қандай деп жауап қой? Дұрыс. Өте дұрыс. Жақсы, тестілеуді аяқтаймыз. Балалар есіңізге түсті ма? Есіңізге түсті өткен сабақ. Сондай болатын болса, қазір біз сабағымызды әрі жалғастырамыз, жаңа тақырып өтеміз. Кітап дәптерлерін алыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Балалар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы кестелік деректерді графикалық түрде ұсыну. Жазыңдар ма? Сабақтың мақсаты тез жазылғандар бүгінгі күнді жазылып. Сабақтың мақсатына қараймыз. Электрондық кестеде диаграммаларды жасау. Жақсы ма? Әрі енді экранға назар аударамыз. Қазір менің бейне фильм көрсетіп шығарамыз, соны мұқият тыңдаймыз. Саламатсыздар ма балалар? Информатика пәнінің сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кестелік мәліметтердің графикалық ұсынылуы. Бізде 6, 8, 10, 22, 16, 18, 19, 24 сандар берілген. Осы сандарды қазір біз графикалық түрін көрсететін боламыз. Бұл жерде, мына жерде сандар, бұл жерде графикалық тәсілде, яғни гистограммалар арқылы көрсетіліп тұр. Ал енді оқушылар ең үлкен санды табайық. Ең үлкен сан 24 сан. Ең кіші санды табайық. Қандай сан? 6 сан. Ал енді оқушылар қалай ойлайсыңдар?
ақпаратты есте сақтау қай түрінде оңай? График түрде немесе сан түрінде? Әрине, график түрде есте сақтау оңай. Бүгінгі сабақта электронды кестеде диаграмма құруды үйренесіңдер. Диаграмма санды деректердің айырмашылықтары мен ерекшеліктерін визуалды қабылдауға ыңғайлы түсінуге жеңіл етіп график түрде ұсыну. Яғни диаграмма дегеніміз бұл қарапайым тілде айтқанда кестедегі санды мәліметтерді қосымша сурет түрінде, бір аймақ түрінде сызықтармен көзге оңай, түсінуге оңай болатын график сурет түрінде ұсыну болып табылады. Ал енді диаграмма түрлері гистограмма, график, шеңбер, сызықты, нүктелі және тағы басқалар. Одан басқа биржалы, аумақтық, сақиналы, көпіршікті, жапырақшалы сондай түрлері бар. Диаграмма қойған кезде оның яғни атын өзгертуге болады, өстерге ат қоюға болады, яғни легенді аңыз қоюға болады, мәнін қоюға болады. Кесте, яғни қосымша, диаграммадан қосымша кестесінде қоюға болады. Ал енді оқушылар Microsoft Excel программасында диаграмма құруды үйренейік. Диаграмма құру үшін біз ұяшықтарға сандарды қойып аламыз. Мысалы 50, 55, 58, 61, 100, 120, 145 деген. Ал енді осы сандарды, яғни график түрде ұсыну үшін осы ұяшықтарды белгілеп аламыз. Содан соң главная бөлімнен вставка, кіріс қою бөліміне өтеміз. Яғни бұл жерде жаңа атап өткен диаграмма түрлері бар. Гистограмманы қойып көреміз. Міне гистограмма. Гистограмманы қойған соң тышқан оң жағын басу арқылы добавить подписи данных, яғни жоғарыға жазуларды қостық. Енді өзіміз қалауымыз бойынша мына сандарды белгілеп, өлшемдерін өзгертсек болады, түс берсек болады, қызыл түс. Балар мекенді аяқтаймыз. Түсінікті ғой, бала? Енді келесі кезең бізде балаларға сабақты жалғастырамыз. Қазір сендерді мен топқа бөлеміз, сосын топпен жұмыс жасаймыз. Экранды барамыз. Яғни мына жерде аттарын жазылып тұр. Екі топқа бөлінген, біз екі топқа бөлінген. Сосын осы топқа бөлінгеннен кейін бірінші топ бізде ұлттық ойындар, бірінші топ бізде балдар қарайсыңдар, балдар өтіп ұлттық тағында, екінші топ ұлттық ойындар. Жақсы ма?
тапсырма беріліп тұр. Так, бірінші топтың тапсырмасы оқимыз тез. Бұл жерде біз кесте құраймыз. Кестеге диаграмма құраймыз. Одан кейін сұрақтарға жауап береміз да жасанды интеллекттің сұрақ береміз. Жасанды интеллекттің. Так, отырамыз, жұмыс істейміз. Сіздерге ұлттық ойындар. Сосын келесі сұрақ диаграмма құру. Ойын. Атын беру. Жақсы. Бірлесіз мәжбүрлейміз. Балалар бірлесе жұмыс істейміз. Сіздерге берілетін уақыт балалар 10 минут. Все. Жасаймыз. Все, жұмыс істейміз. Все, мама, продолжаем. Все? Контроль. Все, добрый. Сейчас. Теперь я сразу покажу песню. Если же здесь не так, крутите сюда. Сейчас, хорошо перемотаемся. Балалар бірлесе жұмыс істейміз. Біреулермен сұрақтарға жауап беремендер. Ortalarına böyle uşağdan. Köşede tutuyorsun kafasında. Çasma. Tekrar yedi ştak polkama.
Біріншіден бастайды. Жұмыстарында қорғайсыңдар. Сол жерде отырып, сол жерде қорғайды, көтереді. Орын отырып көтереді. Қай ұлттық тағам ең жоғары пайызын есептеді? Жауабы бауырсақ 40%. Неден? Неге олай 40% шықты? Себебі бауырсақ ұлттық тағам оныкі барымына. Қыздар толықтырасыңдар ма? Қалай ойлайсыңдар? Отырабай. Пайызын шығарыпсыңдар отырабай. Қыздар. Өйткені балалар осы бауырсақ тағамын жақсы көреді. Енді жасанды интеллект десе қандай сұрақ бердің? Сұрағыңды оқышы жасанды интеллектке берген. Ұлттық ойындар бойынша пайыздық деректерді қандай диаграммада көрсеткен дұрыс ниетті? Так, енді жауабын қандай жауап берді саған жасанды интеллект? Дөңгелек диаграмма арқылы пайыз үлесі анық көрсетеді. Көмегі әрі түсінікті. Сандық деректерге өте қолайлы. Жақсы. Жақсы. Енді сөзді екінші топқа келеміз ал. Кім қорғайды? Сағат. Амира, тыңдаймыз балалар. Қай ұлттық ойынға қызығушылық жоғары? Жауап асық ату 50%. Қандай ұлттық ойынды дамыту қажет деп ойлайсың? Неліктен? Жауап көп бар. Өйткені ол ойын аз бала ойнайды. Жақсы, өте дұрыс. Енді жасанды интеллектті сіздерге сұрақтарыңызды оқыңыздар. Жауабын орнына тұрып оқиын. Диаграмма арқылы ұлттық құндылықтардың оқушылардың өзіне орны қалай көрсетуге болады? Болды. Енді жауап қандай жауап берді оқимыз? Ұлттық құндылықтардың маңызды деңгейі салыстыру үшін мысалы ұлттық тіл, салт, дәстүр, үлкенді сыйлау, ұлттық ойындар. Жақсы, жақсы. Енді балалар қараңдар. Дұрыс. Диаграмма салды, болды. Енді балалар қараңдар. Сендер жаңа Excel программасымен жұмыс істедіңдер. Сосын не істедіңдер? Диаграмма құрдыңдар. Диаграмманың қандай түрін құрдыңдар жаңа? Гистограмма құрдыңдар. Жасанды интеллектпен жұмыс жасадыңдар. Жасанды интеллектті білесіңдер. Оған сұрақ бердіңдер, сендерге нақты жауапты сендерге берді. Яғни балалар сендер оқу сабақта өздері қиналған кезде бір сұрақтар болатын болса, жасанды интеллектті қолдану болады деп мен сендерге айтамын, иә? Жақсы ма? Так, екінші топ дұрыс. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ондай болатын болса, балалар мен сендердің нелерді берген жауаптарды бағалап отырмын. Келесі, келесі тур бізде тәжірибелік жұмыс. Сондықтан компьютерге отырамыз. Алдарында тапсырма бар. Сол тапсырма бойынша жұмыс жасаймыз. Балалар, кестені бірінші толтырасыңдар, сосын диаграмма таңдаймыз, иә? Диаграмманы атын береміз. Алдарында тапсырма бар, диаграммалардың аттарымен қандай диаграмма құру керек? Жазып тұр. Так, 10 минут беріледі балалар.
болғандар болса қолдарыңызды созаңыздар. Бірінші диаграмманы құру үшін біз мәліметтерді енгіздік қосаңдар. Соларды берді. Біз ставка диаграмма командасын орындаймыз. Жақсы, мына жерде орындап болды. 2, 3, 4, 5 алтау. Енді бізде 4 бала алдық. Тез орындаймыз. Тез жасаймыз.
толтырыңыздар. Оқулықтарды пайдалануға болады балалар. Жастар оқулықтарды ашып пайдалануға болады. Қазір сұрақтар бар? Толтырамыз. Толтырамыз. Кітапты пайдалануға болады бұлар. Толтырыңыздар балалар қағазға тапсырмаларында. Сұрақ? Кім сұрақ берді? Сұрақ болған ма? Жақсы, ондай болатын болса, сұрақтарға жауап береміз. Жеке-жеке тапсырма бойынша. Бастаймыз. Бірінші нүктелік, екінші Диаграмманы тұрады. екінші жапырақша, үшінші дөңгелек, төртінші гистограмма, бесінші сызықтық, алтыншы графика. Жақсы. Соны тапсырма кетті. Жақсы. Так. Толтырамыз. Жауап береміз. Диаграмма санды деректердің ерекшеліктерін визуалды қабылдауға ыңғайлы түсінуге жеңіл етіп график түрінде ұсыну әдісі Excel программасында диаграммалардың көптеген түрі бар. Диаграмманың құрамында әртүрлі диаграмма түрлері, мысалы гистограмма немесе дөңгелек диаграмма таңдауға болады. Сонымен қатар диаграммалардың қосымша түрлерін де пайдаланады. Жақсы. Сенде қандай жауап бар, қандай диаграммалардың түрлері бар қосымша? Қандай диаграммалар жазсың сен? Дөңгелек, сосын әртүрлі. Диаграмма дегеніміз не сонда? Дейміз? Диаграмма. Диаграмманың құрамында әртүрлі диаграмма түрлері, гистограмма немесе дөңгелек диаграмма таңдауға болады. Сонымен қатар диаграммалардың қосымша түрлері. Жақсы. Толықтырдық. Кім менде үндемей қалды? Үндемей қалды, сен әрі жалғастырасың. Айта ғой, тез қандай диаграммалар таңдадың сен? Нүктелер, жапырақша тәрізді, дөңгелек, сызықтар, графика, гистограмма. Санат сен толықтыр соңғы. Диаграмма график деректердің ерекшеліктерін визуалды қабылдауға ыңғайлы түсінуге жеңіл етіп, санды түрде ұсыну әдісі. Жақсы. Excel Жақсы. Толықтыр. Дұрыс. диаграммалар көптеген түрі бар. Жақсы. Енді қайым сен қандай диаграммалардың түрлері тауып? Бірінші суретте нүктелік, екіншісінде жапырақша тәрізді, үшіншісінде дөңгелек, төртіншісінде сызықтық, бесіншісінде графика және алтыншысында гистограмма. Жақсы отырамыз. Амира сенде? Гистограмма санды деректердің ерекшеліктерін визуалды қабылдауға ыңғайлы түсінуге жеңіл етіп график түрінде ұсыну әдісі. Excel программасында диаграммалар көптеген түрі бар. Диаграмманы құрғанда әртүрлі диаграмма түрлері, мысалы гистограмма немесе дөңгелек диаграмма таңдауға болады. Сонымен қатар диаграммалардың қосымша түрлерін де пайдаланады. Жақсы. Енді балалар барлықтардан мынандай сұрақ экранға назар аударыңдаршы. Мынандай зерттеу жұмыс жүргізген, барлығымыз экранға қараймыз. Осы зерттеу жұмысы барысында жас өспірімдер цифрлық әдеттегі зерттеу аясында 7-9 сыныптардан 1500 оқушы арасында сауалнама жүргізілген екен. Сонда нәтижесінде осындай платформада мынандай шығып тұр. Яғни балалар Discord, Учи.ру, Twitch осы платформаларды жұмыс істеген екен. Енді қарап тұрып,
Осы жерде ютубта қанша пайыз балалар қатысты екен? 92. Дискордта 3. Одан кейін бізде TX қанша? Бізде неше болды бұл жерде? 25-те 1. Енді қараңдаршы балалар, яғни бұл жерде ең көбі қай платформада жұмыс? ютубта. Қалай ойлайсыңдар балалар, неге ютубта көп оқытырады балалар? Айта ғой. Электронный керекті ақпараттарды көбірек және оны ыңғайсыздан білуге болады. Тағы да кім қосымша айтады, ютуб не үшін керек балалар бізге? Кім қалай қайды? Сабақта пайдаланамыз ғой, иә? Қай сабақта пайдаланасыңдар? Әдебиетте пайдаланасыңдар ғой, иә? Математикада да жаңа біз ютубта отырып жаңа видеоны көрдік. Жақсы, ондай болатын болса, балалар мен сендерге бағалау жүргізіп жатырмын. Рады, экранға назар аударамыз балалар. Сабақтар бекітілген. Мен келесі сұрақтар жасап қойдым, сол сұрақтарға жауап береміз, иә балалар? Так, енді келесі экранға назар аударамыз. Білетіндерін орындардан тұрып жауап бересіңдер, жақсы? Бірінші сұрақ. Яшықтардағы сандарды автоматты түрде қалай қосамыз, қол созамыз? Автоқосынды. Дұрыс, Ибада дұрыс. Автоқосынды арқылы. Екінші сұрақ. Мәтін бағанға сыймаған жағдайда қандай команда орындалады, балалар? Кім айтады? Сыймай қалды мәтін. Жаңа қол созамыз. Дұрыс, ұзарту жасаймыз, е? Келесі сұрақ. Яшық дегеніміз не? Яшық дегеніміз ол қай жерде тұрады? Орнына тұрып жауап береміз. Бағанмен жол қиысқан жер болады, иә? Келесі формула жасауда қандай белгі қойылады? Теңдікпен белгі. Яғни балалар осыларға біз жауап береміз қазір, жақсы ма? Тексереміз. Яғни балалар яшықтардағы сандарды автоматты түрде қосу үшін біз автоқосуды қолданамыз. Мәтін сыймай жатқан жағдайда біз жылжытамыз. Осындай кесте дегеніміз жаңа сендер өздерің кесте жасадыңдар, кестенің екі түрі бар. Электронды кесте болады, бортта да сендер жасадыңдар кестелерді. Одан кейін яшық дегеніміз балалар, яғни бұл бағанмен жол қиысқан жер болады. Енді формула жасау үшін біз не қолданамыз? Тегісін қолданамыз. Жақсы балалар. Енді үй тапсырмасын дәптерлерді жазып алыңдар, дәптерлерді ашыңдар, күнделіктерді ашыңдар. Күнделіктерді жазыңдар. Күнделіктеріне үй тапсырма жазып аламыз. Дәптерлерін жазып болады балалар. 3-те 6-шы тақырып. Түсінік оқу. 87-ші бетте сұрақтарға жауап беру. Жазып жатырмыздар. Сосын диаграмма сөзіне ребус жасау. Осы сөзбен сиквейн құрастырасыңдар. Жазып алыңдар ма? Жақсы балалар, енді сендерге мынандай сұрақ бердім деп тұр балалар. Бүгінгі сағатта жалпы біз немен таныстық? Қандай программамен жұмыс істейді? Excel программасын жұмыс. Қорқпаңдар балалар, Excel программасын жұмыс істейді. Яғни біз қалай ойлайсыңдар? Диаграмма құру үшін бізге не керек? Кесте керек. Тағы да не дегеніміз жүрген? Ақпарат. Енді қараңдаршы, есімдерге түсірейші, өткен сағаттардан есімдерге түсіндірген. Ақпарат деректердің бірнеше түрлері бар. Жаңа сендер пайыз өлшемін енгіздіңдер, тағы да қандай ақпараттар енгізу болады? Пайыз енгізіңдер, сан енгізіңдер, мәтін енгізіңдер, символдар енгізіңдер. Көрінді ме? Яғни осы ақпараттардың бәрін, жаңағы деректердің бәрін біз Excel'де енгізіп, сонымен жұмыс істейміз. Ал енді жаңа сендер формуланы енгізген уақытта теңдік белгісін қойыңдар да, сосын яшықтармен қалай жұмыс істеді?
жаңағы формуламен жұмыс істеген уақытта. Айтшы ба? Санат айтшы, қалай формуланы қалай жасаймыз? С2ге бөлеміз бөлінді, ол мүмкін жақшада, және осыны жүзге көбейтесің. Балалар қараңдар, яғни бұл жерде сен не шығардың? Пайызын шығардың. Көрдіңдер, балалар, сендер пайызын шығару үшін жаңағы осындай кестеде осындай формула енгіздіңдер. Дұрыс, отырамыз. Енді балалар ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Барлығымыз бағалауларымды көрсетейін. Сендерге мен бағалап шықтым. Қараңдар балалар, Талғат айым жеке жұмысты өте жақсы жасады. Аймұрат қойдамыз келесі. Аслан дұрыс. Айым. Дәмелі кішкене сен көтерілесің, е? Жақсы ма? Толықтырасың. Амира, сен дұрыс жауап бердің. Рамазан, сен де толықтырасың. Сұрақты кішкене Жеңіс Нұрай, сен де толықтыруың керек. Жақсы ма? Келесі Қайрат Нұртас толық жауап берді. Қанат Ибадат өте жақсы отырды сабақта. Ол да керемет жақсы жауап берді. Енді Қанат Санат, бұл бала да жақсы жауап берді. Енді балалар қараңдар, мына жерге мен пайызын шығарып бердім. Көріп тұрсыңдар пайыздарын? Осы пайызға қарап, мен қазір диаграмма құрайын. Дайындап қойдым диаграмманы. Көріп тұрсыңдар ғой балалар? Бұл бізде бағалау болады. Яғни біздің сабақтың тақырыбына байланысты кесте жасап қойдым. Онда кестеге қарайтын болсақ, әр баланың бағасы өте шығып тұрып. Көріп тұрсыңдар ма? Яғни пайыз түрінде мен жаңағы балалардың бағаларын көрсетіп бердім. Түсінікті балалар? Яғни қайтадан айтамын, кестеде жұмыс істеу үшін біз сандар, деректерді енгізуіміз керек. Сол деректер арқылы, сандар арқылы біз диаграмманы құраймыз. Диаграмманы құру үшін ставка, сосын қайда қарамыз? Диаграмма бөлігінен мына жерде гистограмма немесе басқа да түрлерін таңдаймыз. Түсінікті ғой, иә? Енді балалар қазір мен экранға мына жерге не шығарамын, өзімізге рефлексияға, әркім жеке-жеке барып, жаңа түсіндім, сұрақтарым бар, түсіндім деген белгіленді, жеке-жеке тәжірибе бар беріңдер. Жақсы, келесі отыра береміз. Жақсы, сұрақтарым болса, сұрақтарым бар деп жазыңдар. Жақсы, келесі. Енді балалар, осы рефлексияға қарасақ, біз барлығымыз осы сабақты түсінген екенбіз, иә? Сұрақтарың бар ма? Сұрақтарың бар? Бәрін түсіндіңдер ма? Ондай болатын болса, мен сендерге мынандай сұрақ берейін деп тұр, балалар. Неде? Сабақта өздерінің жаңағы балалар мұғалім бағалаған уақытта сабақтарында осындай кестелерді пайдаланады ол сендерге, иә? Сонда қандай тақырып бойынша осындай кестелерді жасадыңдар? Мысалы, тарих пәнінен. Ойлаңдаршы. Тарих пәнінен ұлттық құндылықтарға байланысты, яғни өзендердің саны, көлдердің саны болуы мүмкін, иә? Иә, тағы тарихтан қандай саны кесте жасауы мүмкін? тарихи көне жерлер. Дұрыс, тағы. Рухани ескерткіштер. Мінекей, тура дұрыс айтты. Яғни